оқушылар түгел ме? Иә, 18 оқушылар. Жарайды. Үй тапсырмасын ойнап келдік па? Иә. Онда бір оқушыға үй тапсырмасын жинап әкеліп алыңдар. Анау болыңдар бар. Кезекші тексерілген дәптер таратамыз. Тексерілген дәптер тексерілген. Үй тапсырмасы орындап келсек, балалар. Ал бәріміз орнымыздан тұрып, сабақты бастамастан алдын, басқасы атмосферасы қалыптастырып алайық. Қалай болады? Жылдам. Жылдам. Үй тапсырмасын шығаруға қиналған жоқпыз ба? Жоқ. Ал атмосферасын қалыптастырып алайық. Бастаймыз. Алақанды ашайық, көңіл нұрын шашайық, жүрекке жылу сыйлайық, бір-бірімізге шашайық. Көңілімізге шашайық па? Қарайсыңдар, олай болса, жақсы көңілшілікшілерімізді өткенді қайталанылады. Қане тоқтағайықшы. Тақтаға қараймыз, өткен сабақтарымызды қайталап, миға шабуыл жасап алайық. Сынып тақтасының неше бұрышы бар? Неше бұрышы бар? 1, 2, 3, 4. Өте жақсы жаңасыңдар, енді келесі. Бөлмеде әр бұрышта бір мысықтан және оған қарама қарсы 3 мысықтан отырса, бөлмеде неше мысық бар? 4 мысық бар. Өйткені бөлменің неше бұрыш бар? 4 бұрыш бар. 4 бұрышта 4 мысық отыр деп есептейміз. Өте жақсы жауаптарың дұрыс. Олай болса, осы жерде ең көп қайталанған сөз қандай сөз болды? Бұрыш. Бұрыш. Бұрыш деген сөз қайталанды. Онда бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қандай? Бұрыш, бұрыштың градусы өлшемі. Бүгін біз балалар сендермен жаңа сабақ, жаңа тарау, бұрыш, бұрыштың градусы өлшемі тақырыбына сабақтар өтеміз. Ода сабақты бастамас алдын мен сендерге бағалау шкаласын таратып алайын. Міне барлығымызға шеңберге 10 балдық жүйе, біз бір сабақта 10 балдық жүйемен бағаланамыз. Осыны біреу таратып шығамын. Қазір қай тапсырмадан неше бал алсаңдар, сонша көп көзді бояп шығасыңдар. Түсінікті ма? Иә. Атылған маған бересің. Әр оқушыға бір-бір топ көзді. Бір-біреуден тарат. Атылған маған бересің. Абай маған жетпесін. Жетпесін мұны? Түгел болма. Иә. Ал олай болса, барлығымыз мынаның бір шетіне аттарыңды жазып қойыңдар. Әркім өзінің бағалау шкаласына атын жазып қойыңдар. Жазып қойдық па? Жазып болса, алдарыңа қойып қойыңдар. Ал енді тақтаға қараймыз. Бұрыш және бұрыштың бүгін өтетін жаңа сабағымыз, жаңа тарауымыз бұрыш, бұрыштың градусты өлшемі. Дәптерімізді ашамыз да тақырыпты бүгінгі числоны жазыңыз. Бүгінгі күнді жазамыз. Дәптерімізге 15-04-2022 жыл сынып жұмысы бұрыш, бұрыштың градусты өлшемі. Дәптерімізге жаңа тақырыпты жазайық. Бұрыш, бұрыштың градусты өлшемі. Қараймыз. Бұл ойында ручканы қоямыз. Бұрыш, бүгін өтетін жаңа сабағымыз. Бұрыш, бұрыштың градустық
туралы, бұрыштар туралы тарау жасалады. Ал бұрыш дегеніміз бір нүктеден шыққан, әртүрлі екі сәуледен құралған фигураны бұрыш деп атаймыз. Бұл жерде А нүктесі бұрыштың төбесі, А және Б қабырғалары және А және С бұрыштың қабырғалары болып табылады. Ал жалпы бұрышты біз мына белгімен белгілеу қабылданған. Сонда бұл бұрышымыз бұрыш ВАС деп оқылады, немесе САБ бұрышы деп те оқысақ болады. Жалпы былайша айтқанда А бұрышы деп те айтуымызға болады. Сонда бұрыш дегеніміз не екен? Бір нүктеден шыққан, әртүрлі екі сәуледен құралған фигураны бұрыш деп атаймыз. Ал енді бұрыштың түрлері бар екен. Бұрыштың түрлерін атап жақсылап сіздерге түсіндіріп өтейін, есіңізге сақтап қаламыз. 90 градусқа тең бұрышты тірек бұрыш деп атаймыз. Келесі 90 градустан кем бұрышты сүйір бұрыш деп атаймыз. Және 90 градустан үлкен бұрышты овал бұрыш деп атаймыз. 90 градустан үлкен болды. 90 градусымыз деген ол бұрыш жасақтыңызға деген. Және 180 градусқа тең бұрышты жазыққа бұрыш деп атаймыз. Міне жазыққа бұрыш деген қанаттар жайылып тұр, А, О, Б бұрышы. Сонда О деген ол несі? Бұрыштың төбесі. О, А қабырғасы, О, Б қабырғасы. Сонда бұрышымызды бұрыш белгісін жазып, А, О, Б бұрышы деп аталады екен. Сонда 180 градусқа тең бұрышты қандай бұрыш деп екенбіз? Жазыққа бұрыш деп атаймыз. Келесі. Енді қараңдар, біз қандай бұрыш көріп тұрмыз? Ортада биссектриса көріп тұрмыз. Бұрыштың төбесінен басталып, оны өзара тең екі бұрышқа бөлетін сәуле биссектриса деп аталады. Сонда О, Е сәулесі, О, А сәулесі, О, А сәулесі. Неше сәуле бар бұл жерде? Үш сәуле болып тұр екен. Ал бұрышымыз Е, О, А бұрышын Қ ортасына не бөліп өткен? Сол сәулені не деп атайды екен? Сонда биссектриса дегеніміз бұрыштың Қ ортасына бөлетін сәулені не деп атаймыз? Биссектриса. Ал 90 градусқа тең бұрышты не деп атаймыз? Тік бұрыш. 90 градустың Қ ортасына биссектриса жүргізсек, әрқайсысы неге тең болады? 30 градусқа тең болады. Жарайсыздар балалар, өте жақсы. Ал жаңа сабақты түсіндік па? Бұрыштың қандай түрлері бар екен? Айта қойын. Бұрыш төрт түрге бөлінеді. Олар сүйір бұрыш, овал бұрыш, жазық бұрыш және тік бұрыш. Тік бұрыш болып төрт түрге бөлінеді екен. Аружан туралы 90 градусқа тең бұрышты қандай бұрыш деп атайды екенбіз? 90 градусқа тең бұрышты тік бұрыш деп атайды екенбіз. Өте жақсы. Бабали туралы 90 градусқа кіші бұрышты не деп атаймыз? Сүйір бұрыш деп атаймыз. Қажа туралы 90 градустан үлкен бұрышты не деп атаймыз? Овал бұрыш деп атаймыз. Өте жақсы. Ал Сақия туралы 180 градусқа тең бұрышты не деп атаймыз? Жазыққа бұрыш деп атаймыз. Жақсы. Ал бүгінгі менің сабағым, бүгінгі сабақтағы менің мақсатым осы сабақты бұрыш ұғымын сендерге жақсылап меңгерту және бұрыштардың түрлерін ажырата білуге үйрету. Олай болсақ сабағымыздың барысында осы мақсаттарға жетеміз деп ойлаймын. Ал енді бәріміз кітабымызды ашайық. Кітаппен жұмыс жасаймыз. Кітаптарыңды ашыңдар. Қазір тақтаға шыққан әр оқушы 3 балдан алып отырады. 3-4 көз бояйды. Жақсы шығарған болса мен өзім бағасын айтып отырамын. 1186 есеп. Аяғы 1186 есепке шығасың. Шыға қояйын. Және 1188 есеп. 1188. Кім шығады? Кім шығады тақтаға? Нұжырчық 1188 есепке шығасың. Ал басқаларымыз орнымызда отырып тапсырманы орындаймыз. Ал ұшқаларын алды. Кітапқа қарай оқыдық. 1180 аяғы орындайды 86-ны. Келесі тақтаға 1188-ді Нұжырбет орындайды. Орнымызда отырып орындаған оқушылар
орындаған оқушы маған әкеп тексерді. Не дейді аяғы саған? Не орындайды? Қарап, берілген оқи ғой. Тақта бер қарап. Оқи ғой. Ақтегі бұрыштарды оқып түгендеп жазды. Ал жазамын. Онда мына бұрышымыздың аты қалай екен? Анасы. Бұрыш. Қандай? Қалай айтамыз? Жазамын. Өте жақсы. Кім бірінші орындап қойса, маған әкеп тексертуге болады. Ал сен оқи ғой, Нұржігіт, тапсырманы оқи ғой. Ақты және азы тәуелдерді пайда болып үш бұрышты Белгілейміз. Бір нүкте белгілейміз. Сол нүктені А деп белгілейміз. Енді айтады, қандай сәуле жүргіз дейді? В сәулесі. Нүктеден бастайсыз. Нүкте. Сәулесі. Енді одан кейін қандай сәуле жүргіз дейді? Сәулесі. Өте жақсы жарайсың. Өте жақсы айтады, дұрыс. Келесі тапсырманы орындай береміз. Жарайсың, дұрыс. Дұрыс, бұрыш, отыр аяғы. Үш мың көз бояйсың аяғы. Енді қандай бұрыш жүргіздің? Екінші. Асы, енді ады сәулесін сіңірді. Дұрыс айтасың. Ады сәулесі. Сонда бізде неше бұрыш пайда болды? Бұрыш. Келесі бұрыш. Қандай бұрыш пайда болды? Тағы бір бұрышымыз пайда болды. Бұрыш қандай бұрыш пайда болды? Доғал бұрыштайсы. Өте жақсы, жарайсың. Оқ шықшы қайда болған бұрыштар? Бұрыш. Нұржігіт екі тор көзді бояйды. Аяғын үш тор көзді бояйды. Енді болсақ 1989-шы есеп. 1989-шы есеп. Қажау, азда шығады. Нүктесі мәсіне шығады. Қазақ сыннан өшіп тақтаны. Қиналғақтан жоқпыз ба? Жарайсыңдар, өте жақсы. Тақырып қызық па екен? Ал. Дұрыс. Ал, 1989-дің асын, қаржау орындайды, әзі, нүктесі орындайды. Тақтадан бір жоқ, орындаған оқушыларға бағыт.
Айзада 3 көз бояйсың. Молодец. Сен 3 көз бояйсың. 140 градус. Онда мына жердің неше градус екен? Белгілеп қойшы. 140 градус. Тең. Жақсы. Неше градусқа тең болды? 40-ға 50 қостың. 100 градус. Өте жақсы. ДОС ұрышы 100 градусқа тең. Ал жазық болса, Нұрсезімге 3-4 көз бояйды. Ақылжан 2 көз бояйды. Жақсы. Қаржан 3-4 көз бояйды. Қаржан 3-4 көз бояйды. Орында отырса, тұрман орында отырса, бағалары отырады. Бағашы. Бұрыштарын жазам болсын, тесіз бұрыштарын жазам. Болса, қаны аяқтаймыз. Есептерді аяқтаймыз. Жылдам. Я никто көзі. Метр, орында отыр болсағандар. Болса ручканы қойыңдар. Болса ручканы қоямыз. Ал болды ма? Болыңдар ма? Болса, отырған кішкене шашасақ, септі жасап, сабағымызды пысықтай түсейік. Қан бәріміз ортаға келейік. Шарт шеңбер отырамыз. Дәптер ручкаларында жауып қоя қойыңдар. Жауып, шартты шеңбер отырамыз. Келіңдер. Шарт шеңбер отырамыз. Қазір дұрыс орындаған тапсырмаға сол астынамыз. 2 балдан аламыз. 2 балдан аламыз. Сендер де ақтатыңдар. Ал қазір меселеге тапсырма береміз. Сол тапсырманы дұрыс орындаған меселеге дұрыс тұжырым айтатын болса 2 шапқа аласыңдар. Ал егер қате тұжырым айтатын болса аяқпен 2 шапқа аламыз. Сонда 8 сәтті әрі сабағымызды пысықтай түсеміз. Егер де қате орындаған оқушы бағаланбай, әрбір дұрыс орындаған оқушы 2 балдан аласыңдар. Ал дайындаламыз. Олай болса, тік бұрыш 90 градусқа тең. 90 градустан кіші бұрышты доғал бұрыш деп атайды. 90 градустан кіші бұрышты, дұрыс айттыңдар. Енді 180 градусқа тең бұрышты жазыңқы бұрыш дейміз. Дұрыс. Ал 180 градустан кіші бұрышты доғал бұрыш деп атаймыз. 180 градустан кіші бұрыш тек доғал болады. Онда аяғымызды қайсың. Ал келесі тапсырма. Жазыңқы бұрыштың қақ ортасы 90 градусқа тең. Бұрыш 90 градустан үлкен болады. Ал сабақ түсіндіңіз ме? Оларыңызда әрқайсыңыз 2 көздерді бояңыз. Сіз 2 көзді бояймыз. 2 көзді боя қойыңдар. 2 көзді боя қоямыз. Кітаптарды ортаға жиып қойыңдар. 2 көзді әрқайсысын бояндарда кітаптарды ортаға жиып қойыңдар. Боядық бар. Ал енді топпен жұмыс жасаймыз, сондықтан кітаптарын жиып ортаға қоя қойыңдар. Дәптердің ішіне салып ортаға жиып қойыңдар. Қазір топпен жұмыс жасаймыз. Ана бір жерге қойыңдар. Сендерде байларды сіз жинаймыз. Бір жерге қойыңдар. Болдық па? Ал енді топпен жұмысты, жүкті жұмысты аяқтадық. Кітаппен жұмысты жасадық. Қазір мен сендерге карточкалар таратамын. Сол жердегі есептерді топ болып орындайсың. Болдық па? Осы тапсырманы орындаған топ өзінің қолындағы ортасында 5 бала алғанын мына матчетке қой. Ең жақсы шығарған топ
3 baldan alып отырады. Топ болып ортада келісіп, астына тапсырманы орындайсыңдар. Дұрыс орындасаңдар 3 балдан аласыңдар да және жазасыңдар. Топ болып қалдаймыз. Асықпа, карандашпен жазып алып, айтасың. Нені тап деген? Нені тап деген? Oldu. Buna kuşlar mına ekmeği kanday üzere. Üzere kanday kuşlar. Sıcak bu insanlar işe mi tutasın? Bunda bardağı kanca bulardı. Taşlasınlar. Durmuş. Нені тап деген? Мынау тік бұрыш, мына екеуі мынау бұрыш. Қараңдар, мынау нешқа тұсқа тең екен? Мынау тік бұрыш болса, мына екеуі қанша болу керек? 90-ға. Онда мынау неге тең? 90-нан 25 қаламыз. 90 градустан 25 градус қаламыз. Мына бетінде отырайық. Мына бетінде отырайық. Бәріміз бірге орындаймыз. Бірге орындаймыз. Онда мынау үшін де. Қосымыз жүзсекшіні сырайда қаншаға теңейді? Көппен бірге жұмысымыз керек. 100 мың жеті дұрыс айтасың, мына жерге жазамын. 100 мың жетті. Егер қосымыз қаншаға тең болады? 180-ге. Онда мына жерге жаз. Бұрыш АО тең. Al şunu kapatalım. Buna bir штоп болып қойды. Сендер ше? Al bu tartışmada şapalık var. Sendерде. Болдыңдар ма? Онда бір-біріміздің есебімізді тексереміз. Мына тұрсыңдар. Ал тексерімде бір шығарты ма? Сендер мынаны тексересіңдер. Мына бет болыңыз. Мына жалпы қаншаға тең болады? Он неше градусқа? Мынау қандай бұрыш? Сүйір бұрыш. X-та X тұрсаң, қанша болады сонда? 45 градус. Мына жерің 45 градус. Екеуі ondan daha önce var cüssüsün oluşu. 45. Cüssüsün ne? Kaçı bu? 135 kalsa. Cüssüsün ne bu? 135'te alalım. Жылдам. Болыңдар. Al bir шығарма. Сендер мына жұмысты тексересіңдер. Сендер бір шығарма, екі шығарма тексеріңдер. Ал есепті дұрыс шығарты ма? Көрейікші. Қайда?
барлығы дұрыс қатысыңдар ма бірдей? Онда әрқайсысы үш топтар. Сендер балалар қалай қатысыңдар? Бәрі қатысты ма? Олай болса барлығымыз үш балдан белгілеп шығамыз. Үш төрт көздеріңді бояй қойыңдар. Үш төрт көзімізді бояймыз. Боясақ қалады. Болдық балалар. Ал болса, қаламдарыңды қойыңдар, сабағымызды арай ойын сабақ түрінде жалғастырамыз. Ақшелеп көп керек ойын ойнаймыз. Сендер натурға қағадан тұра қойыңдар. Әрі 10 бала дейміз. Мына қатарға тұра қойыңдар. Сендер мына қатарға қойыңдар. Мына жерге. Қатардан тұра. Сендер мына жерге тұрыңдар. Ақшелеп көп керек ойын ойнаймыз. Мына жерге. Ал қолымызды ұстап, бір-бірімізге қарап тұрамыз. Біз бастаймыз ақтерек көктерек ойынын. Біз мына ақшанда бірінші партадағы ақшаға айтамыз. Айта қойыңыз. Ақтерек, көктерек, біздер сізге кім керек? Ақтерек, көктерек, біздер сізге дұға қош керек. Дұға қош керек. Айта қойыңыз. Дұға қош дегеніміз 90 градустан үлкен бұрышты дұға қош деп атаймыз. Онда біз ол сұрақтың жауабын таптық, сондықтан біз сендерге сендер екінші топқа айтамыз. Ақтерек, көктерек, біздер сізге кім керек? Ақтерек, көктерек, біздер сізге жазғы бұрыш керек. 180 градусқа тең бұрышты жазғы бұрыш деп айтамыз. Онда қысқынан жауабын тапқан оқушы топ ол топқа келмейді, я? Ал енді сіздер бізге айтыңыз. Ақтерек, көктерек, біздер сізге кім керек? Ақтерек, көктерек, біздер сізге тік бұрышты анықтамасы керек. 90 градусқа тең бұрышты тік бұрыш деп атаймыз. Ал бізден айтамыз. Ақтерек, көктерек, біздер сізге кім керек? Ақтерек, көктерек, біздер сізге бұрышты қабырғасы керек. Бұрышты қабырғалардың анықтамасы керек. Ал кім айтады? Бұрышты қабырғалар дегеніміз не? Кім жауап береді? Кім жауап береді? Кім жауап берсін біздің топта? Бұрышта не шығар? Ал Мадина жауап береді. Не ол бұрыштың қабырғасы дегеніміз? Бұрыштың қабырғалары дегеніміз ол бір нүктеден тұратын сәулелерді бұрыштың қабырғалары бір нүктеден тұратын бұрыштың қабырғалары Ал мысал келтірші мысалы. Бұрыш қандай бұрыш болуы мүмкін? мысалы жазыңқы бұрыш. Ол жерде қабырғалары қайсысы? қабырғалары мысалы жазыңқы бұрыш ол тіке келеді, сондықтан да ода үш әріптерден болады. Мысалы А, О, С. Ал жарайды, сендерге жауапқа қанағаттаныңдар ма? Дұрыс жауап айтты ма? Олай болса Мадина сендерге барады. Жауаптың дұрысын таппай қойды, я? Ал енді сендер мына топқа айтыңдар, келесі топқа. Ақтерек, көктерек, біздер сізге кім керек? Ақтерек, көктерек, бізге дисциплинасының анықтамасы керек. Бұрыштың төбесінен басталып, оны өзара тең екі бұрышқа бөлетін сәулелер биссектриса деп аталады. Ал онда дұрыс жауап тапты, онда келмейді. Сендер бізге айтасың. Ақтерек, көктерек, біздер сізге кім керек? Ақтерек, көктерек, біздер тік бұрыш керек. тік бұрыштың анықтамасы керек деп айтылды. Ал 90 градусқа тең бұрышты бұрыш деп аталады. Ал біз айтамыз. Ақтерек, көктерек, бізден сізге кім керек? Ақтерек, көктерек, біздер сізге толтырмауыш сәулелердің анықтамасы керек. Ал кім айтады? Не ол толықтауыш сәулелер дейді? Кім айтады? Ал өздерің айтыңдар. Аяқ мен нүкте мен түзуді бөлгенде шығатын сәулелер толықтауыш сәулелер деп аталады. Ал кімді аласыңдар, біз жауап бере аламыз? Аяқ Аяғы бар ғой. Азайып бара жатырмыз, анықтаманы еске түсірейік. Ал енді
Ой, молодец, жарайсың. Ал, сен де бізге бір мән айтыңдар. Ақсерек, көксерек, бізге сізге кім керек? Ақсерек, көксерек, сізге бізге бұрыш. Бұрыштың атамасы керек. Бұрыштың атамасы керек. Apa mektuba басталып, мектеп деген құралға шұғыланы бұрыш деп атаймыз. Жарайды, тұралым, өте жақсы. Білетін сұрақтарға, білетін сұрақтарға ал, қайсы мына жаңа сабаққа жауап берген оқушылар бір балдар қойып шығасыңдар. Әр сұраққа жауап берген оқушы бір балдарды бояйсыңдар, бір балдар. Şuraplara cevap veren okuyucular bir kökümüzü boyayışınlar. Aytma bir kökümüz boyayışın. Bir kökümüz boyayışın dedim sana. Boya. Buraya boyayışın. Boyadın makası? Boyadın makası. Болды. Al енді. Ал балалар енді сабағымызды қорытындылау үшін қазір сұрақтар бір сұрақ аламыз да сол сұрақтарға жауап береміз. Ал бір сұрақтар аламыз. Бір сұрақтан аламыз. Бәрі алыңдар ма? Тез. Bir
1 gradus degенimiz bu burçtun ölçümü nedir? 1 gradus burçtun ölçümü. Сұраққа дұрыс жауап бердік па? Иә. Өте жақсы. Олай болса, дұрыс сауалға дұрыс жауап берген оқушылар бір көз бояйды. Бір көз бояды ма? Иә. Бояп қойса бояды. Ал енді сендерге менен тағы сұрақ қоямын, сол сұрақтарға жауап беріп отырайық. Бері қарайсыз, балалар көзді тұрасыз, ручканы қойыңдар, ручкаларыңды қойыңдар. Бұрыштың неше түрі бар екен? Қандай Азина? Жазғы бұрыш, доғал бұрыш, тік бұрыш. Бұрыш. Түсінікті ғой, а? Есесін тұра ғой. Бұрыштың градустық өлшем бірлігі дегеніміз не екен? 1 gradus bұрыштың өлшем бірлігі. Бірлігі деп аталады екен. Ал олай болса, көзді бояп болсақ, енді кластағы алды С тобындағы есепке бір-екі оқушы шығарайық. Сол оқушылар тақтада тапсырманы орындайды, иә? Ары қарай. Мадина, 1193 есепке шығасың. Екінші 1195-ке. Шығарды 94 есепке. Ал ол екі тапсырмадан С тобындағы бір есепті орындайық, одан кейін сабағымызды одан қарай жалғастырамыз. Ал дәптерден алыңдар. Ал дәптерден алып тапсырманы қараймыз. Ал дәптеріміз шуылдамаймыз, тыныш отырамыз. Тыныш отырамыз. Отырамыз балдар. Қашау сұрақ олыңдар. Сүйі бұрыш дегеніміз не екен? Сүйі бұрыш дегеніміз 90 градустан кіші Бұрышты. бұрышта сүйі бұрыш болады. Даниял право. Тік бұрыш дегеніміз не екен? Тік бұрыш 80 градус, 90 градуста тең бұрышта Тең бұрышты тік бұрыш деп атаймыз. Ал тік тыныш отырып тапсырмада орындаймыз. Тақтадан бұрышын орындаған бұрышы балаларды. Ал тапсырманы түсіндіріп бірінші берілген оқи ғой. бұрыш НОР 110 градус және НОР 130 градус. НОР бұрышының градустық өлшемі неше градус? Ал Минусы осы N6 деген қандай градус сенде? N6 деген қандай бұрыш? Жазылғы 15 градусқа тең. 110 градусқа тең. Жазылғы бұрыш неше градусқа тең? 180 градусқа тең. Ал бұл НОР тең болады 110 градусқа, ал НОР тең болады 130 градусқа. Минусы НОР 180 градусқа тең. Соны табу үшін мен ең бірінші осы 110 градустан санды алып, соған 130 градустан алдым. Сол шыққан санды 67. Сол 60-тан 70 градусты қостым, 130 градус, 180 градустан 130 градусты алдым, тең болады 50 градус. Сонда НОР тең болады 50 градусқа. Өте жақсы жарайсың, отырамын Мадина. Ал Еркежан, тапсырманы оқып шық бірінші. Бұрыш ЕОФ тең 90 градус. Оның сәулесі ЕОФ бұрышын ЕО-ды және ДОФ бұрыштарына бөледі. ЕО-ды бұрышының градустық өлшемі ДОФ бұрышынан 2 есе кем. ЕО-ды бұрышы ДОФ бұрышы неше градус? Ал қалай таптың ол үшін? Теңдеу құрылатты шыға деген, иә? Ал ДОФ-імізден ЕО-ды бұрышымыз 2 есе кіші екен, иә?
сонда 60 градустан 2 есе кіші ол қандай бұрыш болады екен? 30 градусқа тең ЕО бұрышы. Жарайсың. Жақсы. Тапсырманы орындап, бірінші тобындағы есептерді шығарып алды. Олай болса, олай болса біздің жаңа сабағымыз болды, отыра ғой. Жақсы. Бұл тақта орындап қойғандар, орнымызда отырып отыраймыз, алып келеміз. Енді әр қайсымыз неше балл алғанымызды айтып шығайықшы. Орнымыздан тұрамыз, бүгінгі сабақта неше балл алғандарыңды айта қойыңыз. Қажақ, бастап. 10 балл. Назерке. 7 балл. Мадина. 10 балл. Нұржігіт. 8 балл. Айтсай? 9 балл. 6 балл. София, айтыңдар. 8 балл. 10 балл. Аяру? 10 балл. Аяз? 9 балл. Онда маған барлықтан жинап бере ойындар. Осы балл арқылы бүгінгі алған бағаларды бағалайды. Болды, отырамыз. Ал бүгінгі сабақ түсінікті ма? Бәріңізге түсінікті болды ма? Бүгінгі сабағымызды бағалайықшы. Егер де жақсы қызықты түсіндім десе, басқа мағанасы жоғары қаратамыз. Егер де маған орташа онша түсінбедім десек, жанына, мүлдем түсінбедім десек, пәске қаратамыз. Ал бағалайықшы, бүгінгі сабақ ұнады ма? Барлығымыз түсіндік па? Басқадан жоғары қарағанда барлығымыз сабақты түсінген сияқтымыз. Үйге тапсырма жазып алыңдар. Номері 1191 есеп. Күнделікке жазамыз 1191 есеп. Ал балалар осымен сабақ аяқталды.